Атамбаевтың 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туылады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұл тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен, демелік не көрсе соған талпынып, жылты-жылты еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып, тамағына бетіне басып, сырына керней болса даусына ұмтылып, сәл есейгенде иттің үргенін, малдың шулағанын, біреудің күлгенін, біреудің жылағанын тура жүгіріп, бұл немене, ол немене, бұл неге бетеді, ол неге итеді деп көзі көрген, құлағы естіген болса, мұның бәрі жанның құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген.